Қарақалпақстанда JAC автомашиналарын сатып отырған жалғыз автосалон ол әлбетте Ташкент Моторс болып есептелінеді. Қазіргі бұл көріп тұрған машинаңыз JAC M4. Трассаларда легковой машинаның комфортын беретін, бірақ осындай үлкен көлікте қалайтығылар үшін міне осы JAC M4 әйне сізге қолай вариантлардың бірі болып есептелінеді. Бұл JAC M4-іміз 2 турбо болып есептелінеді. Яғни ол дегені Қарақалпақстандағы анау-мынау жеңіл машиналардан тез жүреді деген сөз. Сенбесеңіз келіп көрсеңіз де болады. Айдап, өзіңіз көріп, сатып алсаңыз болады. Бұл машинды трассада беймәлел басып, үші һәм сіз, һәм сіздің жолаушыларыңыз әжайып комфортта жүруін тәминлейтін машин міне әйне осы болып есептелінеді. Бұл өздерін ашып көрсетейік ескілерін. Бағаларына қызығып отырған болсаңыз, телефон номерлерін жазып қалдырамыз. Улыма машина hakkında, кредит hakkında улыма толық мағлұматты сол номерлерден алсаңыз болады. Ал енді салонның көрінісіне келетін болсақ, көрсеңіз болады. Машин автомат коробка, родной мониторлары бар, атаманка бары да бар, электроусилительный руль, климат контроль, круиз контроль, не қандай қолайлық керек болса, барлығы бар. Салонның дизайнында улма жүзі бір айрықша, торпедамыздың өзі жұмсақ резина. Бардачокларымыз улма машинның ішкі көрінісі міне осындай. Жоғарыдан осындай кондиционер яки пешкінің дефлекторлары жайласқан. Бұл жолаушы орны. Айырбакларда жүзі көп, қауіпсіздікке де 100% жауап беретін машиналарымыздан бірі. Так, артқы көрініске келетін болсақ, артта да жетерліше орын бар. Ең артқы орындыққа шығамын дегенше де жолаушылар қиналмай шығады. Бір өзім мысал ретінде көрсетейін. Опа. Артқы орындыққа шығаман дегенше мен қиналмадым, беймәлелі шықтым. Мінеки. Көрсеңіз болады, отырғанда да жолаушылар міне осылай етіп, осындай комфортта кетеді. Бұл машиналарды көп біздер күзетіп жатырмыз. Россияға қатынап жатыр, Ташкентке қатынап жатыр. Я болмаса улума үлкен трассаларға жолаушыларды тасып жатырған, осы көлікпен тасып жатырған инсаларды көп күзетіп жатырмыз. Яғни ол деген сөз JAC M3 я болмаса JAC M4 трассада өзінің беккемлігін әлі қашан дәлелдеп қойды деп айтсақ болады. Қазіргі уақытта Қарақалпақстанда ДАМАЗдың орнына JAC иелеп отырғанның бір мысалын, я болмаса бір дәлелін айтып өтетін болсақ, ДАМАЗда жоқ комфортлар міне осы машинада бар. Тек қана жолаушыларды емес, ал бәлкім өзінде қадірлейтін осындай шопыр ағаларымыз осы JAC M3, JAC M4-лерде қазіргі уақытта таңлап отырғаны айтпасам да хақиқат. Құласа қале бұл машина сақында алмақшы болсаңыз, келіп көрмекші болсаңыз, сізге турбо емес, атмосферный керек болса, JAC M3 емес, JAC M4 керек болса, ондан да қала берді әр қандай түрдегі иномарка машиналар керек болса, төмендегі телефон номерлерге байланысың, өзіңізді қызықтырған сұрауларды берің. Ташкент Моторс, жоғары таңлау, сенім.